Жетекші яки лаушы шоқ жұлдызы ақпанда бақылауға лайықты нысана. Ол көне аңыздағы делбеші болғандықтан күйме жүргізуші ретінде жиі бейнеленеді. Бірақ оның сұлбасын күйменің бір доңғалағы түрінде де елестетуге болады. Жетекшідегі ең жарық жұлдыз Капелла, қазақ оны Айдасон деген. Капелла латын тілінде ешкі деген сөз. Және Капелланың қасында лақтар деп аталатын үш кішкентай жұлдыз да бар. Капеллаға қарама-қарсы оңтүстікке қарай жарық жұлдыз Ильнат орналасқан. Ол негізі көршілес торпақтың құрамында, бірақ жетекшінің дөңгелекше пішінін анықтауға көмектеседі. Жетекші ақпан кештерінде батыс жақ жоғарыдан көрінеді, және Капелла мен Ильнаттың арқасында оны табу оңай. Капелланы солтүстіктен Орион бойынан 2 есе биіктен іздеңіз, сосын жетекшінің қарама-қарсы жағындағы Ильнатты табыңыз. Сонда жетекші доңғалағын бейнелейтін қалған жұлдыздар көзге бірден шалынады.